Бәлкім сен мұны оқымай-ақ жыртып тастарсың. Онда әрине өкінішті. Қаншама сезімім мен сезім арқалаған сөздерім зая кетіп, ажалын сенен табады. Білсең, ол да жендеттіктің бір түрі. Алайда ондай жендеттікті жұрт намыс, ар-ұятты сақтау немесе кішіреймеу, өзіңді сыйлау деп аялап, сан алуан ақтау атта тауып қойған. Сен менен 15 жас кішісің, сондықтан өмірді менен 15 жыл кем білесің. Бәлкім сезіміңде 15 жас менен кем шығар, кім біледі. Алғаш Алтықабат үйдің баспалдағында танысқанымызда сен 40-та, мен 55-те болатынмын. Қарттықты мойындауға іштей дайындықта жүргем. Өйткені Ғазиз ақын жас асып 54-тен кеткеннен соң болмайды жігіттіктің серуені деген ғой. Кенет сен бірақ бәрін быт-шыт қылдың. Үстіңде көгілдір көйлек, кеудеңде қып-қызыл костюм бар еді. Әлде көйлегің қызыл меді? Әйтеуір бір қызылға қызығып қарағам. Сірә жымиып қарағанда жер әлем бар дүние маған қып-қызыл болып көрінеді ме-екен? Әйтеуір бірден байқап, бірден көңіл аудардым. Сымбатты сұңғақ бойлы, түзу тұлғалы әйел екенсің. Мойныңның ұзындығынан жарты тамағың жарқырап, өңіңе киіміңе өңің жарасып тұрды. Сенің күйеуің бар екенін білетінмін. Менің әйелім бар екенін сен де білетінсің. Бірақ сонда да екеуміз оңай сырласып кеттік. Әзіліме әзіл қайтарғаныңды, жылы жауып, жылы сөйлескеніңді, мен өзімше кетәрі еместігіңді ұқтым. Әдебиетке аса құмар екенсің. Сөз арасында бұрын әңгіме жазғаныңды да айтып қалдың. Әдебиет пен өнерге қатысты сен ананы сұрап, мен мынаны сұрап, мен ананы айтып, мынаны айтып, ол айтқандарым сенің ойыңнан шығып, ойда жоқта бір-бірімізге шырмалдық та қалдық. Сөйтіп жүргенде еркек екенім есіме түсіп, әрі әдебиет жайында сөйлестік деудің реті келіп, мен сені оңаша әңгімелесуге шақырдым. Оның астарында әрине не барын сен түсіндің. Сондықтан толқыдың ба, әлде тәуекелің жетпеді ме? Уәде беріп тұрып, 2 рет келмей қойдың. Мен әлі ғашық емес едім. Сірә сенде. Енді шақырғаныма келмесе, әуре болмай-ақ қояйын деп ойлағам. Ешкімге жалтақтамай, жалпақтамай, еркін сөйлеп, ашық пікір айта алатының маған сөз жоқ, жақсы әсер етті. Бойыңды күткеніңді, әдемі киінгеніңді алғаш көргенде-ақ байқадым. Сендей сөзі сылқым, өзі сұлу және өзінің сондай екенін біліп, менен жүретін әйелмен кімнің сырласқысы келмесін. Мен де соның бір едім. Ақырында 3-ші рет шақырғанымда сен уәдеңде тұрып, екеуміз шағындау кафеде кездестік. Бізден басқаның бәрі өрімдей жастар екен. Сол әсер етті ме, әлде Құдай тілімді байлады ма? Мен әйтеуір көсіліп кете алмадым. Сен де көзіңнің астымен айналаңа қарап, әлденеден қорқып отырғандай күйде болдың. Көпке дейін әңгімеміз үйлесе қоймады. Не айтып, не қойғанымыз қазір есімде жоқ. Соған қарағанда сенімен кездескеніме қуанғаннан есім шығып кеткен болу керек. Қызыл шарап ішкеніміз, келе-келе шүйіркелесіп кетуімізге соның да септігі тиді мекен. Біраздан соң мен әйтеуір бойымды билеп, өзім келіп алдым. Жаңа жылға 2 күн қалған. Соны сылтауратып, жаңа жылға бір жерге барып, бірге болайық дедім. Жоқ, үйден шыға алмаймын, дедің ойланбастан. Күйеуің бала шағаң бар екені тап сол сәт тағы есіме түсті. Бірақ қараңғы түскелі талай уақыт өтсе де, сен үйге асықпадың. Мен асықтырмадым. Қимай отырау деп іштей қуаныштымын. Енді қашан жолығамыз деп қыңқылдай бастадым. Ендігіміз бұл жолғыдай бейбіт болмасын сезіп те, содан сезіктеніп те отырған болуың керек. Уақытым жоқ деп илікпедің. Мен де қол қалауымды қоймадым. Ақырында біраз ойланып отырып, қаңтардың 4-і болмаса деп қалдың. Сол сөзіңе сүлікше жабысып кеттім. Сөйтейік, 4-і күні жаңа жылды өзіміз оңаша қарсалайық, келістік деп қолыңды алдым да, сол күйе желіккен жастарға қосылып, екеуміз билей жөнелдік. Бидің еркіне бағынысып, біресе қолыңнан, біресе беліңнен ұстап, өзіме тартып көріп едім.
Сен де биге бағынғандай қылық танытып, икеміме көне бердің. Би біткен кезде үстелге жетектеп әкелдім де, саусағыңның ұшынан ғана сүйдім. Жымиып, жылы жанарыңмен мен жаққа бір жалт еттің. Жастар қарап отыр, дедің тек күліп. Мына екеуінен не жоқ дейтін шығар. Үніңнен айыптау мен ұялудан гөрі ризашылық басым естілді. Соны арқаланып, солардан ұялғанымнан қолыңнан ғана сүйдім. Әйтпесе, дедім, көзіңді көзіммен аймалап. Ол сөзіме сен де рең сүйсінгенін сездірді. Күткенім де сондай жауап еді. Екеумізді түсіністірген бүгінгі күн үшін дедім, бокалымды биігірек, қуанышымды елестеткендей дәрежеге көтеріп. Түсінсе қойғанымыз шамалы болса да, солай болса екен дегенді меңзеп әдейі сөйттім. Сен де бокалыңды сол дәрежеге дейін көтердің. Әйткенмен қасыңды керіп, әлгі сөзімнің астарын аңғармаған адамша аңқаусып, бетіме де қарамай, жастар жаққа бұрыла беріп, шараптан бір ұрттадың. Мен сенің бар қимылыңды көз қиығыммен бағып отырдым. Сенің де маған, менің де саған өте жақсы адам болып көрінгіміз келіп отырғаны белгіледі. Әсіресе сен, өйткені мен өзімді еркінде ұстадым да, сен мінезіңді бүркемелеп, бәрін ашық айта беретін, бәрін түсіне беретін әйел болып көрінуге тырыстың. Маған да керегі сол болатын. Аузымды бақпай, дерімді деп қалуым үшін сенің сөйткенің керекті. Әрине, айтып, алдарқатып отырдым да, бір кезде тіке шабуылға шықтым. Күйеуіңнің көзіне шөп салып көрдің бе? Дедім, қалжыңға сүйеп. Бетіме бажырая бір қарадың. Оныма сөзім жоқ, есіңіз дұрыс педі дегеніңді аңғартқаның. Мен де есімнің дұрыстығын аңғартып, бетіңе қадала қараған қалпым жауап күтіп отырдым. Әр сөзіңді күтіп, аңдып отырған көзімді, аузымды, бүкіл бет бейнемді көріп, өзің сасып қалдың-ау деймін. Жоға, дедің, өз жауабыңнан өзің күдіктенгендей сенімсіздеуінмен. Артынша, немене, сондай әйел деп естіп едіңіз, дедің, шамдан қарап. Ал мен ол қылығыңнан жоға емесін сезгендей болдым. Бірақ онша мән бере қоймаған кісіше басқа сұрақты боратып жаттым. Сен де оларға кідірмей, әлгіндей тіке сұрақтан құтылғаныңа қуанғандай тез-тез жауап беріп жатсың. Мектеп қабырғасында жүріп ақ өлең жаза бастапсың. 10-шыны бітірген соң Алматыға келіп, күндізгіге балың жетпей, сырттай оқуға түсіпсің. Ауылыңа барған соң аудандық газетке орналасыпсың. Орталыққа мотоциклге мініп баратынмын дегеніңді естігенде, онда бір дөрекілігің бар шығар деп жорамалдап отырдым. Соның бәрін тыңдап болған соң, мені жақсы көріп қалуың мүмкін бе? Дедім, төте шабуылымды ары үдетіп. Бұл жолы бетіме де қараған жоқсың, үндемедің. Иығыңды қиқаң еткіздің де қойдың. Мен ондай жауапқа қанағаттанбай, мүмкін бе? Дедім қайталап. Оны уақыт көрсетеді, дедің тура жауаптан жалтарып. Сен сірә бұлтардым деп ойлаған шығарсың. Ал мен мүмкін екенін тек оған біраз уақыт керегін абанық ұқтым. Сондықтан әлде болса осал жеріңді табуға тырысып, адам бірін-бірі түсініп, бірін-бірі сыйлай отырып сөйлессе, соның өзінде де сергіп, талай нәрсені көріп, талай жерді аралап қайтқандай болады екен. Дедім де, саған сыр тарта, сырыңды іздей бастадым. Шынында да сергіп қалдым дедің, бұл жолы ашыла сөйлеп. Жұмыс деп жүріп, адам өзі де жұмыс атқаратын мәшинеге ұқсап кетеді екен ғой. Әй, осы сөзді тауып айттың-ау деп қошемет көрсетіп едім, онымды хош көріп, әдемі жымидың. Әй, осы бұдан былай мақтаныңқырап сөйлейінше дегенді ішіме бір бүгіп қойдым. Күйеуі сірә сырласып, ақылдасып, шүйіркелесіп отырмайтын қу болды-ау деп болжағанымда. Сенің ептеп жазатыныңды күйеуің біле ме? Деп едім, жанды жеріңе тиіп кеткен екем, дереу қабағыңды шыта қойдың. Бірдеме жазып отырғанымды көрсе, үйге жылан кіріп кеткендей аласұрып, қолымнан жұлып алады да жыртып тастайды. Ол жақта бұрын ұрланып бірдемелер жазған болушы едім. Қазір оны да қойдым. Өйткені тақылдап жүріп, кейін өзім қайда тыққанымды таппай қалатын болдым. Маған оқытшы, мен жыртып тастамаймын,
дедім әзілгенсіп. Тапсам, дедің. Тапшы, дедім өтініп. Табатыныңа сенемін. Қызық екен, дедім басымды шайқап. Қайта қуанбай ма? Менің қатыным жазушы деп мақтанбай ма? Қызғанады. Сен жазушы болсаң, маған қарамай кетесің дейді. Әдемі ме өзі? Сол әдемілік-ау деймін, мені алып соққан. Жап-жақсақ жігіт сияқты еді. Арақ құрғыр, құртты ғой талай еркекті. Еркек қылмай. Неге еркек қылмай? Мұны ашып сұрауға батылым бармады. Алайда онсыз да түсінікті еді. Ішкен еркек үйдің берекесін алады, төсектің де берекесін шығарады. Біз кафеден шыққанда түн салқын тартып, көшеде жүргінші азайған шақ еді. Қолтығыңнан ұстамақ болып едім, одан